Кореяда сиырдың етін жеу қанша теңге тұрады? Подругам екеуміз демалыста сиырдың етін жегіміз келіп, корейский кафеге бардық. Етті шикі күйінде әкеп береді, өздеріңіз қуырып жейсіздер. Подругам корейский кафеде официантка болып істейді. Етті қалай қуыру керек екенін мен саған мастер-класс көрсетейін деп, керемет қылып өзі қуырды. Кореяда сіз меню бойынша заказ берген тамағыңызға ғана төлейсіз. Корейский закускалардың бірнеше түрі және су тегін беріледі. Оны жеп қойсаңыз, тағы да барып қосымша тегін ала берсеңіз болады. Күріш осындай темір ыдыспен беріледі, өйткені температураны ұстап ыстық болып тұрады. Айтпақшы, бізге редька қосылған ыстық сорпа да тегін әкеліп берді. Сиырдың еті граммына қарап сатылады. 100 грамм етін 2700 теңге. Ең кемінде 400 грамм заказ беруге болады екен. Енді біз қазақ болған соң 400 граммға тоймаймыз деп 600 грамм алдық. Сонымен етімізге және 2 коламызға 17200 теңге төлеп шықтық. Ары қарай екеуміз кафенеға барып, тағы да өзіміз отырып кофе іштік. Бұл подругам да мен сияқты Кореяға 7 жыл бұрын келген. Басында екеуміз бір квартирада тұрғанбыз, сол үшін естеліктеріміз өте көп. Жиналып қалған жаңалықтарды айтып, біраз әңгімелесіп, ары қарай подругамның үйіне барып, тағы да отырып өзіміз шай іштік.